Бүгін 21 мамыр, сағат қазір 11. Сәлем достар, бүгін 21 мамыр, қазір сағат 11 болды. Мен қазір қалаға кетіп бара жатырмын. Бүгін сабаққа барған жоқ болатынмын. Ұйықтап қалыппын. Сол себепті барған жоқпын бүгін. Және де менің бүгінгі образым осындай роза түсті спортивка, және де менің ылғи да тағып жүретін бломбер, или мен әлі де атын точно білмеймін. Сіздерге осының алдында да айтқан болатын, по-моему, влогтардың ішінде бломбер әлде басқа нәрсе деп. Сол себепті білетін шығарсыздар оны, қандай сумка екенін. Және де қара кепка. Мен сіздерге көрсетпедім бе білмеймін. Мен қолыма осындай өзім маникюр жасадым. Өте қиын болды. Бірінші оң қолым жасаған кезде өте оңай болды. Ал менің сол қолымды оң қолымды жасаған кезде өте қиын болды. Сол қолымды жасағанда өте оңай болды. Себебі мен оң қолмен жұмыс істедім да, сол қолға, ал оң қолға сол қолмен істегенде өте қиын болды. Әрең істедім. Және де ол етін алғанда не істеп алдым, кесіп алдым. Өз етімді, сонымен ол қанады деген сияқты. Және де бүгін мен маникюрдің заттарына сумка аламын. Және де кепка алуым да мүмкін. Мынау кепка негізі бұрынғы кепка, сол себепті, бірақ қазір маған өзіме ұнайды. Бұрын ұнамайтын, қазір маған ұнайды. Менің қасымды бояп алдым. Кеше вообще боянуға да уақыт болмады. Солай. Кеше мен суретке кім түседі деп ойлады екен тіреме қарап. Бірақ кеше мен ешқандай бояусыз суретке түстім, тек қана ернімді ғана боядым. Солай. Кеше күн негізі күшті болды. Бәріміз неше түрлі идея қосып, бәріміз фантазияларымыз былай болып кетті. Анадан анау шықты, анадан мынау шықты. Сонымен бір сағаттай ма, жарты сағаттай ма жүрдік стадионда суретке түсіп. Мен бірақ стадионда видео вообще түсірмеппін да. Кейіннен ең соңында ғана түсіріппін. Махаббаттың гүлі солмайды, сезім бірақ мұңсыз болмайды. Жетпейді мың бір күн, мың бір түн, айтуға сен жайлы. Махаббаттың гүлі солмайды, сезім бірақ мұңсыз болмайды. Жетпейді мың бір күн, мың бір түн, айтуға сен жайлы. Сені қалай сүйгенім сағынбаспын, әміріне жүректің бағын басқым. Мінезіңді ұнаттым, жақсы көрдім, бауыр бастым. Екеуміз бір өткізген қаншама күн, әр секунд. Қазір біз қаладамыз, папаны күтіп отырмыз, сол бір жаққа кеткен болатын. Менің жайымда інім бар, оны бағана көрген боларсыздар. Солай. Махаббаттың гүлі солмайды, сезім бірақ мұңсыз болмайды. Жетпейді мың бір күн, мың бір түн, айтуға сен. Құлап кете салады. Мороженое алып келдім. Өзіне бір мороженое, маған бір мороженое. Просто біздің түріміз үлкен, шал болып қалған. Ата көзіміз. Свои. Ютубта жүресің. Тема қону. Өлеңді қош. Өздеріңіз Кетеш. Ай, брауз айтсаңшы, болмайды ғой, балаларға видео айтсын. Жоқ, айтсаңшы. Кән досым қалай? Деп айтсаңшы, болды ғой. Деп айтатын айт, болды. Әсім аналарға айтшы. Мына шешең деп қойма. Қойшысы бір идея тастап жатырмын. Біз просто өзіміздің айтқанымызды айтып жатырмыз. Құран оқып қайтын болсақ, соны айтам, атап қойдыңдар ғой оны. Майыққа бармайсыңдар ма?
Не, озмешкин жаман я. Ой, деп қойш. Қыштаға қайта. Ай, деп қойш. Стакандарың жоқ па не? Стакан жоқ, я. Тура баласы. Бар болса күміс. Ай, отыз қанша сайын. Екі мың ай. Екінші аяқ осы шпагат. Асемайын отыз вообще ана рихтер қысып. Аям ауыр киіп кетті уже. Кеше рауне тістепсің дұры. Артық жасайсың. Артық. Шайын еттірсің. Жоқ, айтшы серьезно. Жаным о зарым. Ағай. Не істеп отыр, а? Мә, қаншадан отыр? Sana. Мә, ұлдан әке. Қазір сағат 9-ға 5 минут қалды. Мен мектепке бара жатырмын. Әдетінше бұл әдет болып кетті. Негізі сағат 9-да уже мектепке барып, және де дайындалып деген сияқты. Солай. Бұл мектептен сағынамыз, сағынбаймыз демеймін. Бұрын енді осы басында, жылдың басында өте қатты қиын болды. Себебі ұбыты болды. Қазір менің бүгінгі образым осындай. Және де мен сіздерге айтпадым, мынандай сумка алдым. Типа чемодан сияқты. Соның кішкентай түрі. Және де қолымда буфер бар. Плюс буферді зарядтап шықтым. Негізі 2-3 күн бұрын вообще зарядкасы жоқ болатын. Дайындыққа келе алмай жүрдім. Бүгін зарядтап қойдым. Азаннан осы уақытқа дейін зарядталып тұрдым. Сол зарядкасын алып келе жатырмын. Билет olsun. Дай билеңдер ал. Билесіңдер. Ауылың көрдірлеген. Мен емеспін. Досым мен анда өлең бәрін өшіріп тастам, машина тыңдайтын жатырмын. Ол үшін біз дайындалып жатырмыз. Мыяқта қыздар дайындалып жатыр. Привет, десе. Hoş bol endi mektebimde. Seni köptedim. Hoşlasa sәтті алтынмен байқамай қалдым. Осылай аяқталды. Сіздер менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Менің инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Жұлдыз Ай, және де осы менің видеома ұнаса лайк басып, және де комментарий жазуды кетпеңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше деймін. Сау болыңыздар.